көрсөтөт керек. Бағанағы біз өз салған адамның қанымыз жағдайында өзгеріс болады. Болған жағдай ол зат алматыға түспегенде содан энергия талап етеді. Ал энергия көзін тамақтан аламыз. Соған байланысты. Ал кейбір жағдайда мысалы күйзелісті витаминдердің немесе минералдардың жеткіліксіздігі алып келуі мүмкін. Атап айтып кететін болса, минералдардың ішіндегі магний минералы бұл өте төмендеп кетсе қанда. Ол күйзеліске адам бейім болады. Ал витамин В6 немесе б топтарының құрамы қанда төмендеп кетсе, ол балада күйзеліске бейім жетеді. Тамақты жеумен ал енді мен аналарға сен маған көмектес. Магнезия керек. Ал 7-10 жас аралығында 250 миллиграмм магнезия керек. Сонымен қоса B6 дәрумені болу керек. Магнезия бірдетені келе ғой. Егер осы дәрумендермен магнезия қанда қалып болса, онда балалардың күйзеліске түсуі, қорғау және күйзеліске түсуі жағдайлары жоғары болады. Ayıp